Балалықтан даналыққа екінші бөлім себеп пен негіз. Әр мектепте полицияның тіркеуіне іліккен 1-2 бала кездеседі. Әр сыныпта 3-4 төбелескіш, сотқар бала жүреді. Бірі тентектігімен мектепті басына көтеріп, ұстаздарын шаршатса, енді бір бала томаға тұйықтығымен ата-ананың уайымына айналады. Жалпы балалар арасындағы депрессия, торығу, жорығу үрдісі күшейіп келеді. Одан бөлек Қазақстанда ерте жүктілік проблемасы ушығып тұр. Елімізде жасөспірімдер арасындағы суицид көрсеткіші жоғары. Оның үстіне сабақ үлгерімі нашар, мүлде оқығысы келмейтін балалардың легі тағы да бар. Енді бұған оқушылардың компьютерлік ойынға тәуелділігі мен планшет құмарлығы қосылды. Қысқасы, тізе берсек, бала психологиясындағы проблемалар шыға береді. Бұның бәрін қалай реттеуге болады? Мемлекет мұндай балалардың мәселесін шешуді ұстаздарға жүктейді. Ұстаздар балаңызды дұрыстап қараңызшы деп ата-ананы қысады. Баласын тәрбиелеуге шамасы жетпеген ата-ана психологқа барып жүгінеді. Психолог мәселенің бәрін психикалық себепке байлап береді. Ақыр соңында баланың өзі де бойында психикалық ауытқулар бар екеніне сене бастайды. Осылайша бұл процесс оңды нәтижеге жете алмай тұйыққа тіреледі. Логотерапия мұндағы проблеманы психикалық қабаттан ғана іздей беруге қарсы. Бұл ілімнің негізін қалаушы Виктор Франкл экзистенция вакуумын анықтау үшін себеп пен негіз деген егіз ұғым енгізді. Оның пайымынша негіздің түпкі табиғаты психологиялық немесе нологиялық болады. Нологика деп адамның рухани болмысын айтады. Себеп керісінше биологиялық немесе физиологиялық қабатқа байланған. Себеп пен негізді оңай түсіндіру үшін мынандай мысал келтірейік. Мәселен, пияз тураған адамның көзінен жас шығады. Мұндағы физиологиялық фактор пияз. Пияздан лакриматор деген зат бөлініп, көзге әсер етеді. Немесе адам қайғылы жағдайға душар болса, қасіретті бір оқиғаны еске алса, жанары тағы жасқа толады. Бұл жолы оны жылатып тұрған қайғылы оқиға психологиялық фактор. Енді екі жағдайды біріктірейік. Ет жақын туысын қаза болып, марқұмның асында пияз турап отырсыз делік. Жанарың жасқа толып, жүрегің қайғыдан өртеніп тұр. Қайғының жасы мен пияздың жасы бір жерден шығып жатыр. Сырт көзге адамның неден жылап тұрғаны түсініксіз. Пиязды көріп, себебін содан іздеуі мүмкін. Ал қаралы жаны қасіретін білгенде жүректің зарын сезеді. Пияздан ұшқан витамин көз жанарын физиологиялық әсерін тигізіп, жүректі өртеген өксік психологиялық күйзеліске орады. Дәл осы сәтте пиязды алып тастасаңыз да көз жасы тоқтамайды. Себебі психологиялық күйзеліс көңілді күңіренте береді. Жүректегі шерді шаттық сезімі баспайынша қасірет те тарқап кетпейді. Жоғарыда аталған балалардың басындағы сан қилы жағдайды осы жүйемен талдауға болады. Әдетте біз проблеманың сыртқы себебіне ғана қараймыз да, негізін қаперге алмаймыз. Енді өмірден нақты мысал келтірейік. 2013 жылы Түркістан облысының бір ауылында 10 сынып оқушысы өзіне қол жұмсап қайтыс болды. Ауыл халқы дүрлігіп кетті. Құзырлы органдар араласып, мектепке полиция мен прокурорлар келді. Тергеу амалдары басталды. Аудандық білім бөлімі де мектеп директорын қыспаққа алып, себебін табуды тапсырды. Мектеп ұжымынан бастап оқушылардың әрбірі жеке шақырылып тексерілді. Нәтижесінде бір қыз: мен оның неге өлгенін білемін. Химия сабағы өтіп жатқанда пәленше ағай оған сабақ оқымағаны үшін ұрсып, оқушылардың көзінше басынан сызғышпен бір ұрған болатын. Мен білсем, ол соған ашуланып депрессияға түсіп, өзіне қол жұмсап отыр дейді. Әрине, прокурор жерден 7 қоян тапқандай қуанып, қылмыстың себебі ашылды деп жоғары жаққа есеп беріп жатты. Мұғалімнің одан кейінгі тағдырынан бейхабармыз. Бірақ біраз қыспаққа алғаны анық. Жұмыстан босатылады, баланың ата-анасы тарапынан ұрыс естиді, қарғысқа қалады, бәлкім суицидке итермелеу бабы бойынша айыпталып, шартты жаза да кешкен шығар. Бірақ біз үшін қазір маңызды болып отырған басқа мәселе. Осыдан 20 жыл бұрын мұғалімдер шекте шыққан тентекті керек десең сабап та алатын. Бірақ одан дау тумайтын. Себебі сол кездегі қоғамдық
түсінік бойынша ұстаз әмәнді дұрыс айтады. Бір қызығы, сол тентектер есейген соң өздерін сабаған ұстаздар жайлы сол шапалақтың арқасында адам болдық деп той томалақта естелік айтып отырады. Солардың ешбірі қорланып, депрессияға түсіп өзіне қол жұмсаған жоқ. Енді бұл сұрақты логотерапия бойынша талдап көрейік. Жаңағы суицид оқиғасында мәселеге төрелік айтуды прокурор мен полицияға емес, логотерапевттердің қолына берсе, қалай шешер еді? Логотерапевт алдымен мектеп директорын жауапкершіліктен босатады. Неге? Себебі мектеп білім беру мекемесі. Оның міндеті мектепке қарасты 1000-2000 балаға интеллектуалды білім беру. Ол әрбір баланың психологиялық ахуалын бақылап отыра алмайды. Бұл тіпті мектеп директорының, мектеп психологының да қолынан келмейтін шаруа. Олар ар кетсе, мінезі қиын 10-15 баланы зерттей алар, ал 1000 оқушының психологиялық жай-күйін бақылап отыру мүмкін емес. Логотерапевт тіпті оқушыны сызғышпен ұрған мұғалімді де жауапкершіліктен босатар еді. Әрине, ұрып-соғу ескіліктің көрінісі, мұғалімнің ондай амалға жүгінуі үлкен қателік, бірақ бұл жерде баланың өзіне қол жұмсауына ұстаз тікелей жауапты емес. Себебі адам сыртқы соққыдан емес, ішкі бостықтан өледі. Құзырлы органдар мен психологтардың да кемшілігі осы мәселені ескермейтіні. Бұл жерде мұғалімнің сызғышы себеп, ал себеп 1000 түрлі бола береді. Логотерапия проблеманың себебіне байланғаннан гөрі субъективті негізге үңілуін құп көреді. Сол арқылы баланың көкірегіндегі рухани қазынаны өлшемге алады. Қуыс кеуде тип бүгін ұстаздан таяқ жемеген болса, ертең көшенің әлімжеттігіне немесе жауапсыз махаббатқа шыдай алмай өліп кетуі әбден мүмкін еді. Достарына ренжіп қалып, ұбт тапсыра алмай қалып, қызмен ренжісіп қалып, әскердегі тәртіпке төзе алмай, өзіне қол жұмсайтындардың көбейіп кеткені осыдан. Адамның көкірегі қуыс болса, кеудесін құндылық кернеп, алыстан асқақ арманы, биік мақсаты қол бұлғап шақырып тұрмаса, оның сан түрлі қатерлі себептерге қарсылық таныта алар иммунитеті болмайды. Тағдырдың кімді қай жарға қашан апарып соғарын бір Құдайдың өзі біледі. Кез келген сыртқы соққы оны жел айдаған қаңбақтай ұшырып әкетеді. Мұны қаңбақ пен жантақтың мысалынан көруге болады. Екеуінің тұрқы бірде 50-60 сантиметр биіктікте өседі. Бірақ жантақтың тамыры 20 метрге дейін төмен кетеді. Қаңбақ ар кетсе 2-3 сантиметрге тамыр жаяды. Үп еткен жел тұрса, жолынып түсіп, еркінен айырылады. Жел қалай айдаса, солай қарай қаңқалақтап домалай береді. Бір шұңқырға барып гүмп еткенше домалағаны. Ал жантаққа түк етпейді. Дауыл тұрса да мұрны қисаймайды. 20 метрлік тамыры бар жантақ дауылға күле қарайды. Сондықтан баланы жантаққа айналдыру үшін оның кеудесіне иләхи құндылыққа толтыру қажет. Сонда ғана ол өмірдің бүкіл сұрапыл дауылына былқ етпей төтеп береді. Бұл мектептің емес, ең алдымен ата-ананың міндеті. Әрине, бұл шаруаны мектепте көтеріп жүре алады, бірақ жауапкершілік ата-ананың мойнында. Тоқетері негізгі салмақ басына сызғыш тиіп, өзіне қол жұмсаған баланың ата-анасына түсіп тұр. Үйінде ғибратты әңгіме айтылмаған, жыр дастан ертегі, аңыз қиса оқылмайтын, қысқасы экзистенциялық коммуникация жүрмеген отбасыда өскен баланың үнемі бірдеңеге ұрынып қала беруі қалыпты құбылыс. Экзистенция коммуникациясы 2015 жылы Утукен English лагерінде оқыған балалардан курс соңында анкета алып отырдық. Онда лагерде күн сайын ең асыға күтетін сәтіңіз қайсысы деген сауал қойылды. 10 күндік оқу бағдарламасы бойынша лагерге балалардың таңертеңнен кешке дейінгі іс-әрекеті алдын ала жоспарланады. Таңғы жаттығу жасайды, шет тілін оқиды, түстен кейін серуендейді, ойын ойнайды, өлең, жыр жаттайды, тағы да
тағы да сабақ жалғасады. Кешкі астан соң жатар алдында оларға қиса оқылады. Олар ойын ойнайтын уақытты таңдайды деп күткен едік. Алайда нәтижесі басқаша болды. Олар 2 сәтті асыға күтетін болып шықты. Алғашқысы дастархан басында аңыз қиса, хикая айтылатын уақыт. Екіншісі жатар алдында миражнама оқып, мазмұнын талдайтын уақыт. Бұл тәжірибеден кейін біз Алматы облысы Қайназар ауылының мектебінің 8-10 сынып оқушыларына аноним анкета алып көрдік. 142 респондентке бірнеше сұрақ қойылды. Солардың бірі мынау: мектепте ең асыға күтетін сәтіңіз қайсысы? Үйдегі ең асыға күтетін сәтіңіз қайсысы? Оқушылардың дені мектептегі ең асыға күтетін сәтін үзіліс, қоңырау, демалыс деп жауап берген. Арасында соңғы сабақты немесе дене шынықтыру сабағын күтемін деген жауаптар да жиі кездеседі. Бірен-саран оқушы математика, физика, тарих, әдебиет деп өзінің сүйікті пәнін көрсеткен. Бірақ бұлардың үлесі өте аз. Ал үйіңіздегі асыға күтетін сәт деген сауалға берілген жауаптар бізді терең ойландырды. Арасында ең жиі кездесетін позитивті жауаптар мынандай: отбасымызбен түгел отырып кешкі ас ішетін сәт, әкемнің жұмыстан оралған кезі, бәріміз жиналып әңгіме дүкен құру, сырласқанымыз, үй жинау, тамақ пісіру. Одан бөлек мынандай теріс жауаптар да жиі кездесті: ұйықтау, теледидар көру, компьютер ойнау, аниме көру. Бірақ бұл жауапта бергі жағы ең сорақысы: үйде асыға күтетін сәтім жоқ, үйге барғым келмейді дегендер болды. Енді жауаптарды логотерапия бойынша талдайық. Әдетте ата-ана былай деп шағымданады: баламыз үйде тұрмайды, көшені аңсайды, жібермей қойсаң бір бөлмеге қамалып шықпай қояды, өз қызығы өзінде, ешкіммен жұмысы жоқ, адам құсап елмен бірге бір дастарханда отырмайды, отыра қалған күннің өзінде соткасын шоқылап, асын іше жүспестен тұрып кетеді. Арамыз күннен күнге алыстап барады, бейне бір осы үйдің қонағы сияқты. Мұндай шағым айтатын ата-ана бір мәселені ескермейді. Ол баланың қандай жағдайда үйден алыстайтынын, қай кезде отбасы мүшелерінің арасындағы қарым-қатынастың шетінеп, үйдің берекесі қашатынын білмейді. Логотерапия мұны экзистенциялық коммуникацияның шоқтығынан болатынын ескертеді. Бала бейсаналы түрде рухани әңгімеге құмар келеді. Қай жерде, қай кезде мәнді сұхбат құрылса, сол сәт бала үшін ең құнды уақыт. Себебі бұл кезде ата-ана мен баланың арасындағы байланыс орнайды. Бірақ мұның да бір шарты бар: егер сұхбаттың сапасы төмен болса, ондай коммуникация ешкімнің жан дүниесін қозғамайды. Мағынасыз сұхбаттың өн бойында тәңірлік мазмұн болғанда ғана өз функциясын дұрыс атқарады. Осындай сұхбат құру дәстүрі жалғанған үйде баланың бөтенсіну, жатсыну процесі жылдам жүреді. Әрине, ата-ана өзін ақтап алуға тырысады. Бүгінгі жастар біз сияқты емес, мүлде бөлек, бұлар индиго, туғаннан компьютерге жақын, шеттерінен айтишник. Бүгінгі жастар бос әңгімені ұнатпайды, бүгінгі жастарда тәрбиелеу мүмкін емес деген сияқты мың түрлі уәж келтіреді. Бірақ оның барлығы сылтау. Мәселе заманда да емес, технологияда да емес. Әрине, бұл жоғарыда атап өткеніміздей жиі мораль оқу керек деген сөз емес. Адамның арман мақсаттарына, өмірі мен өліміне, трансценденциясына, тәңірлік әлеміне қатысты мәнді, мағыналы сұхбат құру деген сөз. Логотерапияның экзистенциялық коммуникация деп атау берген ұғымын Қожа Ахмет Яссауи хақ сыпырасы деп атаған. Яғни дастархан басында тек қана рухани әңгіме айту, дүния бос сөз, бос күлкі, бос әңгіме соғуға рұқсат бермеу. Құранда бұл әмір мағруф деген сөзбен ескертіледі. Мағынасы жұрт жиналған жерде пайдалы әңгіме айту, зиянды сөзден тыйылу. Ал енді баласының қыңырлығын айтып шағымданып отырған отбасының дастарханында қандай әңгіме айтылатын әу бастан белгілі. Тақырыптың аясы тар, доллар бағасы, азық-түлік қымбаттауы, үй бағасының шарықтап жатқаны, саясат,
сериалдар, вайнерлер, одан қалса ересектер дастархан басында YouTube көріп отырады. 2018 жылы Лондонда Юнан Харди Losses Contamination атты кітабы жарық көріп, аз уақытта баспасөздерді шулатты. Автор мынандай мәселені көтерген: қазіргі адамдардың депрессияға жиі түсуінің себебі мағынасыз бас қосулардың көбейіп кетуі. Мұндай жиындар бос сөздің мекені. Соның кесірінен адам миындағы серотонин төмендеп кетеді. Бұл адамды өмірге құштар қылатын гормон. Осындай дертке ұшыраған автор ұзақ уақыт дәрігерге қаралып, жылдар бойы антидепрессант ішуге мәжбүр болады. Алғашында ем қонып жатқандай көрінгенмен, уақыт өте ауруы асқына береді. Ақыр соңында білек түріп, депрессияның шығу тегін зерттеуге кірісіп кетеді. Талай маманның есігін тоздырады, жүздеген дәрігер, ондаған ғалым, психологтардан интервью алады. Сонда түйген нәтижесін жариялайды. Депрессия бос сөзбен, мағынасыз жүрістен, мәнсіз өмірден болатын ауру. Әсіресе бос сөзге деген құмарлық адамның болашағын болдыратып, өмірге жолын адастырады. Енді осы тұжырым бойынша үйіңіздің жағдайын, дастархан басындағы әңгіменің, бала-шағаңызбен арадағы сұхбаттың сапасын саралап көріңіз. Олардың неге түзқұмар болатынын, көкірегінің неге қаңырап бос қалып, агрессияға бейім болып кетуінің себебін түсінесіз. Бұған тағы интернеттегі адамды елеңдетуші әлеуметтік желілерді қосыңыз. Айналдырған 1-2 жылда вайн түсірудің бүтіндей бір индустриясы қалыптасып үлгерді. Қазір әрбір адам WhatsApp желісінде құрылған ондаған топтың мүшесі. Ұжымдастар, сыныптастар, курстастар, достар, туыстар, нағашылар деген атпен сан түрлі топтар бар. Бұл 21 ғасыр технологиясының бізге берген тамаша мүмкіндігі. Қайғысы барға көңіл айтып, қол созып, қуанышы барға құтты болсын айтып, үзілген байланыстарды қайта жалғай аламыз. Онлайн болса да қайда жатыр. Алайда адам оны да мәнсіз, мағынасыз коммуникацияның ордасына айналдырып алады. Бұл топтар тағы да сол арзан күлкімен мәнсіз тірлікті насихаттайтын видеоларға, вайндарға немесе саясат туралы бейбалам жазбаларға толып қалады. Яғни бүгінгі қоғам технологияның тамаша мүмкіндіктерін уақытын босқа ұрлатып, көкірегі бос сөзбен мағынасыз ойларға толтыруға пайдаланып жатыр. Ал егер керісінше болса, қалай болар еді деген оймен біз бір тәжірибені бастап көрдік. WhatsApp желісінен арнайы топтар құрдық. Онда бос сөз, қажетсіз ақпараттарға, саяси мәселелер мен діни уағыздар жазуға, күрделі видеолар салуға тыйым салынды. Сұхбат тек адамның экзистенциялық қабатына қатысты болады деп келістік. Мұнда нологиялық, яғни адамның рухани қабатынан шығатын адамдық қасиеттер, ар-ұят, мейірім, шапағат, жауапкершілік, уәде сияқты көптеген феномендер әңгімеге арқау болып, өмір мен өлімге қатысты нақты мәселелер талқыланды. Әркім әртүрлі тақырыпта ауып кетпеу үшін әр күні ортаға бір сауал тасталды. Топ мүшелері сол сауалға өзінің көрген білгенін, өмірден түйгенін, әжесінен естігенін, кітаптан оқығанын және философиялық толғамдары бойынша жауап берді. Мұндағы сауалдар мен жауаптарды кітаптың соңына қарай арнайы тарау беріп көрсетеміз. Әзірге оның нақты мазмұнын қоя тұрып, сол әңгімелердің жұртқа қалай әсер еткенін айта кетейік. Алғашында 10 шақты адаммен басталған WhatsApp тобы аз уақыттың ішінде 200 адам болып, рұқсат етілген шегіне жетті. Қазақстанның әр тұсынан мені және інімді, әпкемді, шешемді де осы топқа қосыңыздар деген сұраныс толып кетті. Бұл өтініштерді жерге тастамау үшін тағы бірнеше топ құрылды. Олар да тез арада шектеулі 200 адамдық межеге жетіп алды. Ақыр соңында оның бәрін игеру мүмкін болмай, топтардың санын 5-ден асырған жоқпыз. Бұл ненің көрінісі? Жұрт мәнді, мағыналы әңгімеден қашады деген көзқарастың қате екенін білдіреді. Сұхбат құрғақ моральға, діни уағызға құрылмай, аналогиялық талдау арқылы жүзеге асқанда оған бала да, дана да құмар болады. Демек, үйде, отбасыда бала-шағамен бас қосып, әңгіме дүкен құрғанда жауыр сөздермен жалықтырып, көл-көсір ақыл айтпай, жеке көзқарасыңыздан таңбай, аналогиялық сұхбатқа түссеңіз, ондай әңгіменің сапасы жоғары болады.
трансценденттік арман. Балаға ең алдымен құндылық беру қажеттілігін, ол тіпті білімнен де маңызды екенін сан мәрте қайталадық. Балаға жастайынан берілген рухани құндылық қана даналық дарытып, мән жүктеп, арман ұштай алады. Көкірегі құндылыққа толған баланың қиялы ұшқыр келеді. Осының бір дәлелі ретінде жуырда танысқан бір жас ғалымның өмірінен мысал келтіре кетейік. Сұраған есімді Моңғолия қазағы бала кезінен тұрмыстық жағдайы нашар болып, білім алуға мүмкіндігі болмайды. Шынашақтай баланың күні мал соңында өтеді. Дала кезіп, қой бағады, дегенмен өз бетінше ізденіп, сауат ашып, жыр дастан оқиды. Әсіресе батырлар жырын қолынан тастамайды. Ұшы-қиыры жоқ далада оңаша отырып оқыған қисаларын ой сүзгісінен өткізеді. Қиялына ерік беріп, асқақ арманның құшағына шомады. Әттең, оқуға бір қолым жетсе деп аңсайды. Ақыры мектепке де қолы жетіп, ерекше құштарлықпен ізденеді. Тәмамдаған соң әке-шешесіне айтып, оқуын Қазақстанда жалғастыруға рұқсат сұрайды. Әкесінің батасын алып елге келеді. Бас-аяғы 3 ай дайындалып, Қазақ ұлттық университетінің физика-математика факультетіне түседі. Bir қызығы, арнайы дайындық курсын да оқымаған. Зейіні күшті бозбала бір оқыған кітабын бастан аяқ жаттап алады екен. Екінші курста ғылыми жетекшісімен бірге ғылыми мақала жазып, онысы шетелдік беделді басылымда жарияланады. Оқуын тәмамдағаннан соң ары қарай білім алу үшін Англияға аттанады. Ол жерде жүріп жарияланған ғылыми мақаласы физика, математика саласында әлемдегі ең беделді қауымдастықтың құрметіне ие болып, арнайы сыйлық алады. 2020 жылы Қазақстанның мемлекеттік сыйлығын алды. Қазір Назарбаев зияткерлік мектебінде ұстаздық етеді. Арманы әлі де аласырмаған. Физика, математика есептерінің ақырғы мәнін ашуды армандаймын дейді. Біз әдейі дәл осы заманның кейіпкерінің өмірін келтіріп отырмыз. Әйтпесе тарих қойнауында мұндай мысал жетіп артылады. Күні кеше ғана қараңғы қазақ көгіне күн болып өрмелеген алаш арыстарының қай-қайсысы да бала кезінде ертегі естіп, қиса тыңдап, жыр дастандармен сусындаған тұлғалар. Соның арқасында білімге құмар болған қайраткерлер. Павлодар облысында Баянауыл деген шағын ауыл бар. Аудан деген аты болмаса, тұрғындарының саны 30 мыңға да жетпейді. Таңғаларлығы, осы ауданнан 13 академик шыққан. Бұл аудан тұрмақ қала мен облыс үшін үлкен көрсеткіш болар еді. Әрқайсысы әр саланың беткеұстар тұлғалары. Геолог Қаныш Сәтбаев, Артықбай Қайыпов, техник Әбікен Бектұров, Шапық Шөкей, Әлқас Сағынов, Жақан Ержанов, тарихшы Әлкей Марғұлан, Серікбай Бейсенбай, дәрігер Хамса Жұматов, Бүркітбай Айдарханов, геолог-минеролог Ғаният Бекжанов, философ Әбділдин Жабайхан, ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы Зайролла Дүйсенбеков. Осы бір құбылысқа қатты таңданып, тереңірек зерттеп көрген едік, өте қызық фактіге тап болдық. Бәрінің бала кезегі ұстазы бір адам болып шықты. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Әрине, мәшһүр атамыз оларға математика, геология, энергетиканың қыр-сырын үйреткен жоқ. Оның негізгі қаруы қиса болатын. Қамбар батыр, ер тарғын, ер көкше, Сияр Шәріп, Қиса әл-Әнбия, Қозы көрпеш Баян сұлу, Алтынбас күміс аяқ сияқты лиро эпостық жырларды оқытты, талдады. Еділ жайық, көр ақтарған Жабанбай, Бахарам патша туралы, Есен Тентек туралы, ертеде бір хан болыпты, Ақтабан шұбырынды, Алакөл сұлама, еңсегей бойлы ер есім, Алаша хан, 7 жасар желкілдек, ер төстік, Әж Жәнібек және бір ұста, 2 патша, Әділ би, Сүйіндік Олжабай, Батыр, Тама, Сарыбас, Мерген сияқты ертегілерді оқытты. Осындай қисаларды құндылықпен, осындай қисалық құндылықпен қаруланған ауыл балалары жаппай білімге құштар болып өсті. Білімге, өмірге құштар баланы қай бағытта, қай салада, қай ғылымға салсаңыз да түбі бір жерді тесіп шығары анық. Кеудесінде құндылықтың нәрі егілмеген қуыс кеуде баланың арманы қашанда аласа.
пайым парасаты төмен болады. Ал ішкі әлемі бай, көкірегі құндылыққа толы баланың арманы асқақ, бұл дүниеге сыймайтындай трансценденттік келеді. Заманында орыстың ұлы жазушысы Лев Толстой кішкентай немересіне өскенде кім болуды армандайсың деп сұрапты. Сен сияқты атақты жазушы болғым келеді депті немересі. Онда сенен көп ештеңе шықпайды, алысқа шаппайсың. Сендей кезімде мен құдай болуды армандаған едім деді Толстой. Трансценденция сөзінің түбірі латын тілінен тарайды. Мағынасы шекараны қиып өту, арғы жаққа асу, өзіңнен тысқары аймаққа беттеу дегенді білдіреді. Яғни трансцендентті арман дегеніміз тәңірлік әлемнен астасып жатқан заңғар, асқақ, өзінен тасқары ұлы мақсат дегенді білдіреді. Бұл арманмен ауырған адам объективті әлемнің ішіне сыймай 18 мың ғаламның құпиясын қопарғысы келіп құштарланады. Өскенде кім боласың деген сауалға бала бай болам, бастық болам деп жауап берсе, осының өзі алаңдатарлық жағдай. Демек, оның өсіп келе жатқан ортасында ең бағалы құндылық байлық пен билік болып тұр. Ондай бала байлық пен билік бір ұлы мәнге байланып жатпаса, оның түбі тұйыққа тірелетінін түсіндіру қажет. Бірақ бұл қаршадай баланы отырғызып қойып ақыл айту деген сөз емес. Бұл функцияны да аңыз қиса мен жыр дастандармен атқарып шыға алады. Батырлар жырын тыңдап өскен баланың арманы әмәнда ұлы болады. Оның қаһармандарды берісі ел жұрттың жаудан қорғап арысы. Адамзатын аман алып қалу үшін күреседі. Мысалды алыстан іздемей-ақ бүгінгі күннің қаһарманына айналып отырған Стив Джобс, Илон Маск, Билл Гейтс сынды тұлғалардың өмірін алуға болады. Олардың өзі естеліктерінде бала кезде әжемнің ертегілерін тыңдап өстім, діни хикаяларды қызығушы едім дегенді көп жазады. Соның арқасында олар өмірлік мақсаттарын түзерде өлшемді өте жоғары алады. Бұл тұлғалар еш уақытта әлемдегі ең бай адам атануды армандаған емес. Бірі әлемді компьютермен жабдықтауды, екіншісі күллі адамзатты коммуникациямен қамтамасыз етуді, үшіншісі ғарышты игеруді аңсайды. Ал байлық пен даңқ ырықсыз келеді. 2017 жылдың желтоқсан айы. Жасы 55 шамасында бір әйел кісі көмек сұрады. Тұңғышым ұл бала. Қазір жасы 25-ке таяды. Қолында дипломы бар, жоғары оқу орнын бітірді. Алматыдан 3 бөлмелі пәтері бар. Көлігін былтыр салоннан алып мінді. Шымкент жақтан қызын айттырып алып бердім. Бір ұлы бар. Бұлай жақсы оқыған сауатты азамат. Бірақ сол балам қазір жалқау болып алды. Жұмыс істегісі келмейді. Қырық-сылтау айтып үйінде жатып алады. Кейде маған соның өмірі тоқтап қалған сияқты көрінеді. Сол ұлыма көмектесе аласыңдар ма? Бірдеңе қылып жігерлендіріп, тіршілігін қайта қолына алдыра аласыңдар ма деді. Қарсы сұрақ қоюға тура келді. Балаңыз мектепте оқып жүргенде, балам, бастысы оқуыңды бітіріп ал, мына заман қағазды заман, дипломың болса жерде қалмайсың, жұмыс істеп Алматыдан үйің, жұмысың, машинаң, жақсы келіншегің болса, одан артық не керек деп ақыл айттыңыз ба дедік. Әрине айттым. Ана болған соң балаңа жаның ашып солай дейсің ғой енді. Барлық ана сөйтеді. Онда болды ғой, осымен бітті. Не бітті? Ұлыңызға бұл өмірде бағындыратын межесін белгілеп берген екенсіз. Оқуын бітірді, дипломын алды, үйді шештіңіздер, көлік мінді, үйленді. Сіз қалаған белесті 24 жасында толық бағындырыпты. Одан артық не тіршілік, қандай ерлік сұрап отырсыз дедік. Апамыз сол кезде барып әңгіменің төркінін түсінді. Өлә, рас-ау. Қарап тұрсам, шынымен солай екен. Осыны қалай ойламағанмын.
Солай сіз жүктеген миссиясын толық атқарды. Ұлыңыздан енді не талап етіп отырсыз? Ол не үшін жанталасуы керек? Өзіңіз алдына мақсат жүктеп, міндет қойып берген екенсіз. Балаңыз соны мерзімінен бұрын орындап шығыпты. Керісінше ондай баладан айналып кетпейсіз бе? Апамыз ойланып қап, басын қайта-қайта шайқай берді. Әпке, ғалымдар адамның арманы мен мұраты бұл дүниедегі ит тіршіліктің шеңберінде симасын, арманы арғы әлемде, тіршілігі бергі әлемде дөңгелесін дейді. Ал сіз балаңыздың арманы мен мұратын диплом, көлік, пәтер деген ұсақ-түйек нығметтерге әкеліп қамадыңыз. Балаңыз соған тұтқындалды. Фрустрация деген осы. Ол не? Тағдырдың тығырыққа тіреліп тіршіліктің ашыған сүт сияқты іри бастауы. Арманы аласырған сайын адамның өмірі іртік-іртік болып, басы бірікпей шашыла бастайды. Енді оны жөндей аламын ба? Жоқ деуге ешкімнің хақысы жоқ. Адамның еркі өлгенде ғана қолына таяды. Оған дейін ол өзін-өзі қашып болмысын қалыптастыра алатын жаратылыс. Ол үшін бір мәнді істің соңына түсу керек. Қазақстанда проблема деген жетерлік. Шарты сол, қолға алған ісі қарабасының қамына ғана бағытталмауы керек. Егер ұлыңызды осындай бір іске көндіре алсаңыз, болашағы алда. Ештеңе жоғалтқан жоқсыз дедік. Сұхбат мұнымен біткен жоқ. Тағы бірнеше сағат тапжылмай отырып, сұрақтарына жауап бердік. Ертесі күні таң ата ол кісіден хат келді. Алғысым шексіз. 60-қа тақаған шағымда тіршіліктің құпиясы енді ашылғандай күй кештім. Кешегі әңгімелерін құлағымда әлі сол күйі сайрап тұр. Көп жаса деді.